Менің атым Марат қызы Зере. Менің атым Бейбіт ұлы Танзарық. Менің атым Анварғали Әлтайыр. Бүгінгі тәжірибемізді бізбен бірге тамашалаңыздар. Достарым, бүгінгі тәжірибеміз немен байланысты деп ойлайсыздар? Менің ойымша жұмыртқаға байланысты деп ойлаймын. Ендеше біз тәжірибеге қажетті заттармен таныстырайық Зере. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, ас тұзы, қасық және де суы бар 3 стакан керек болады. Бұл жерде стакандағы судың мөлшері бірдей болу керек. Және қолданылатын жұмыртқамыз 2 болу керек. Жақсы. Ендеше тәжірибемізге кірісейік. Алдымен бірінші стаканға суы бар бірінші стаканға ештеңе салмаймыз. Жұмыртқаны саламыз. Қараңдаршы, ол батып кетті. Танзарық, неге жұмыртқа стакан түбіне батып кетті? Қалай ойлайсың? Жұмыртқа судан да тығыз. Бұл жерде судың тығыздығы аз екен. Екінші стаканға 10 қасық тұз салып көрейін. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Енді жақсылап аластырылайық. Қараңдаршы, суымыздың түсі ақ болды. Қараңдаршы, тұзымыз еріп жатқан сияқты. Енді жұмыртқаны суға салып көрейік. Зере, жұмыртқа батқан жоқ қой. Иә, жұмыртқа судың бетінде қалқып жүр. Жұмыртқа неге батпады? Қалай ойлайсың? Су жұмыртқадан да тығыз. Суды тығыздауға не деп ойлайсыңдар? Тұз. Дұрыс айтасың. 3-ші стаканға 4 қасық тұз саламыз. Бір, екі, үш, төрт. Араластырып алайық. Суымыздың түсі өзгерді. Енді жұмыртқаны салып көрейік. Қараңдаршы, жұмыртқа судың ішінде жүзіп жүр ғой. Бұл жерде жұмыртқа мен судың тығыздығы теңесті. Үшеуін салыстырайық. Бірінші стаканда жұмыртқа суға батып кетті. Ол судың тығыздығы аз екен. Екінші стаканға 10 қасық тұз салғанда ол қалқып жүрді. Себебі су жұмыртқадан да тығыз. 3-ші стаканға 4 қасық тұз салып едік. Жұмыртқа судың ішінде жүзіп жүр. Бұл жерде жұмыртқа мен судың тығыздығы теңесті. Сау болыңыздар, келесі тәжірибемізде кездескенше.